Бонжур, ола, hello, сәлеметсіздер ме оқушылар? Өздеріңіз байқағандай, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тілдер жайлы болмақ. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары деп аталады. Сабағымыздың мақсаты дүниежүзі халқының этнолингвистикалық жіктелуін түсіну. Бағалау критерийлеріне келетін болсақ, бүгінгі сабақта тілдер мен ұлттардың таралуын картадан көрсететін боламыз. Дүниежүзі халықтарының тілдік әулеттерге топтастыратын боламыз. Дүниежүзі халықтарын ірі тілдік топтарға жіктейтін боламыз. Жер бетінде 7,8 миллиардтан астам адам бар. Олардың барлығы әртүрлі тілде сөйлейді. Тіл халықтың немесе этностың басты белгілерінің бірі. Ғалымдардың есептеуі бойынша қазіргі таңда 5 мыңнан астам тіл бар. Олар тірі, яғни қолданыстағы және өлі қолданыстан шыққан ұмытылған тілдер болып бөлінеді. Мысалы, грек тілі. Этнос, халық белгілі бір аумақта тарихи қалыптасқан тілі мен мәдениеті ортақ, өз бірлігі мен басқа этностардан айырмашылығын түсінетін тұрақты адамдардың жиынтығы. Дүние жүзінде ғалымдардың болжауы бойынша 3-4 мыңдай этностық топ бар. Жалпы дүниежүзі елдерін этникалық құрамы бойынша бір ұлтты, көп ұлтты, екі ұлтты деп бөлуге болады. Бір ұлтты 90%-нан астамы негізгі ұлт құрайтын елдер, мысалға Швейцария, Жапония, Австралия сияқты. Көп ұлтты мысалға Қазақстанда айтуға болады. Қазақстанда 130-дан астам ұлт пен ұлт өкілдері өмір сүреді. Және де екі ұлтты елдердің мысалына Бельгия мен Канада жатады. Әртүрлі халықтар бір тілде сөйлейтін жағдайлар аз емес. Мысалы, ағылшын тілінде ағылшындар, американдықтар, аустралиялықтар, ағылшын-канадалықтар сөйлейді. Кейде бір халық күнделікті өмірде екі тілді қатар пайдаланады. Бұл көбінесе көп ұлтты елдерге тән. Мысалы, Үндістанда ағылшын тілі мен хинди тілі қатар қолданылады. Қазақстанда мемлекеттік тіл қазақ тілі және ресми тіл орыс тілі болып саналады. Ендеше дүниежүзі халқының этнолингвистикалық құрамын анықтау бойынша тапсырма орындайық. Карта арқылы берілген елдердегі негізгі ұлт немесе ұлттар және тіл немесе тілдерін анықтаңыздар. Картада бірінші көрсетілген елде 1 миллиардтан аса адам осы тілде сөйлеп, ең көп таралған тіл болып табылады. Бұл қай тіл? Дұрыс анықтадыңыздар. Жауабы Қытай тілі және де Қытай халқы әлемдегі халық саны бойынша алғашқы орындалады. Келесі көрсетілген елдердің барлығында осы тіл таралған және де бұл таралуы бойынша әлемдегі ең кең таралған тіл болып табылады. Бұл қай тіл? Әрине, бұл ағылшын тілі. Келесі елдерде бұл тілдің таралуы ұлы географиялық ашулар заманмен байланысты. Бұл қай тіл? Бұл испан тілі. Аргентина, Боливия, Чили, Колумбия сияқты елдерде бұл тіл мемлекеттік тіл статусына ие. Бір ата тілден шыққан туыс тілдердің ірі бірлестігін тіл семьяларына немесе тіл әулеттеріне біріктіріледі. Тіл туыстығы лексика, фонетика, грамматика ұқсастығы бойынша анықталады. Ешқандай тіл семьясына, тобына енгізілмеген шығу тегі белгісіз тілдерді оқшау тілдерге жатқызылады. Оған жапон, корей, юкагир тағы да басқа тілдер жатады. Бір-біріне өте ұқсас тілдер топтарға және қосалқы топтарға біріктіріледі. Мысалы, қазақ тілі Алтай тілдер семьясына, соның ішіне түрік тілдер тобына жатады. Қазақ тілінен басқа бұл топқа түріктер, татарлар, чуваштар, башқұрлар, өзбектер, қырғыздар, түркмендер сияқты туыстас тілдер жатады. Келесі тапсырма мынадай. Тілдерді сәйкесінше үнді-еуропалық және Алтай тіл әулеттеріне топтастыру қажет. Орыс тілі үнді-еуропалық тіл семьясына жатады, дұрыс. Келесі моңғол тілі Алтай тілдер семьясына жатады. Келесі ағылшын тілі үнді-еуропалық тіл семьясының ең кең тараған тілі. Ұйғыр тілі
алтай тілдер семьясына, қырғыз тілі де алтай тіл семьясына, және де неміс тілі индо-еуропалық тіл семьясына жатады. Жарайсың, тапсырма дұрыс орындалды. Келесі тапсырма оқулықтың 70-ші бетіндегі кестені пайдаланып, халықтарды тіл топтарына жіктеу қажет. Дескриптор дүниежүзі халықтарын тілдік топтарға жіктейді. Сонымен, мына жерде топтар мен халықтарды сәйкестендіру қажет. Мысалы, моңғолдар, буряттар, қалмықтар, олар моңғол тіл тобына жатады. Дұрыс. Келесі. Орыстар, белорустар, украиндер, славян тобына. Ал семит тобына еврейлер мен арабтар. Парсылар, күрттер, олар иран тіл тобына. Және де фин-угор тобына эстондар мен венгрлер жатады. Тапсырманы тексереміз. Тапсырмамыз дұрыс орындалды. Тілдердің таралуына байланысты жазу жүйелері қалыптасады. Дүние жүзіндегі 5000-нен астам тілдердің ішінде тек 200-ге жуығының өз жазуы бар. Оның көмегімен адамдар мәліметті тіркейді, сақтайды, береді және мәлімет алады. Ол ақпарат берудің визуалды тәсілі болып саналады. Экранда көк түспен көрсетілген елдерде латын жазу жүйесі қалыптасқан. Қызғылт түспен көрсетілген елдерде кириллица жазу жүйесі қалыптасқан. Қазақстанда қазір кириллица жазу жүйесі, алдағы уақытта латын жазу жүйесіне көшу үстінде. Жасыл түспен араб жазу жүйесі, сары түспен Қытай жазу жүйесі көрсетілген. Сонымен бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, бүгін біз дүниежүзі халқының тілдерінің таралуы, тілдердің тілдік әулеттерге топтастырылуы мен тілдік топтарға жіктелуімен таныстық. Бүгінгі сабақты қаншалықты меңгергеніңізді пайызбен көрсетіңіз. 100% барлығы түсінікті, 70% сұрағым бар және 50% дұрыс түсінбедім. Назарларыңызға рахмет.